Сәлем достар, бүгін пиццериядағыдай шығатын тура пицца жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ал кеттік, енді біз тестамызды дайындайтын боламыз. Жылы су, жылы сүт, сұйық май қажет болады, және тұзымызды, кішкене шекерімізді салып, дрожжымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырдың жұмсақтығы орташа болады. Қатты қамыр болып қалмайды, немесе қатты жұмсақ болып қалмайды. Ұнымызды салып, барлығын қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп алдық, енді бетін жауып, жылы жерге, яғни орап қоямыз қыздар, 1 сағат, жарты сағатқа. Біздің қамырымыз ашиын деп қалды, енді керекті заттардың бәрін осылай турап аламыз. Бұл маған болонезе пиццасына қажет. Яғни пиццаны кез келген нәрседен жасай беруге болады. Бетінде не бар, үйде не бар, соны қойып жасауға болады. Не обязательно дәл осылай болгарский жаңағыдай үйіңізде бар затпен. Енді пиццаны дайындағанда бізде ең бастысы сыр ғой. Сырымыз сапалы болу керек, яғни для пицца деп сатылады магазиндерде. Для пицца деген сол түрін алып қолданасыздар. Міне біздің қамырымыз ашыды. Енді осыны 3 бөлікке бөлетін боламыз. Яғни осы тестадан бізден 3 пицца дайын болады. Әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Қамырларымызды 3 суалаға бөліп алатын боламыз. Яғни қамырымыз аса кішкентай емес, үлкен емес, орташа пицца шығады бізде. Барлығын осылай суалаға келтіріп алатын боламыз. Қамыр өзінің үйін қандырды, енді жайып шығатын боламыз. Біздің қамырдың жұқалығы, яғни 5 мм болу керек. Аса қатты қалың болмау керек, өйткені бұл ашыған теста болғаннан кейін піскен кезде ісінеді. Енді шеттеріне осылай бортик жасап шығатын боламыз, тура видеодағыдай етіп. Қамыр жабысып қалып жатқан жағдайда онымен қолдарыңызды малып, осылай бортигін міндетті түрде шығарсақ, біздің пиццамыз өте әдемі шығады. Енді мен соусқа кәдімгі майонез бен кетчупты қолдандым. Негізі арнайы соус жасасаңыздар да болады. Менің алдыңғы видеоларымда көрсеткен ол соусты қалай дайындалу жолдарын. Барлығын жағып болғаннан кейін біз теркадан өткізілген сырымызды салып шығатын боламыз. Бұл бізде пепперони пиццасы, яғни колбасамен жасайтын боламын. Балалар осыны жақсы көреді, фаршпен онша ұнатпайды, яғни болонезе пиццасын. Болонезе пиццасын үлкендерге арнап жасадым. Балалар основной пепперони жақсы көреді. Енді қызып тұрған печкамызда пісіріп алатын боламыз. Екінші пиццамыз бізде болонезе. Мен екі пиццаны болонезе қылдым, 1 пиццаны пепперони қылдым. Тура осылай астына сырды себеміз, үстіне жаңағы фаршты қойып шығатын боламыз. Сырды молдау себеміз, өйткені біздің пиццаның ерекшелігі осы сырмен ғой. Жаңағы піскен кезде езіліп, созылып тұратын. Енді фарштарымыздың бәрін жайғастырамыз, барлығын шет-шетіне тигізіп, осының бетінен сосын барып болгарскийімізді сеуіп шығамыз. Міне біз болгарскийлеріміздің бәрін сеуіп алдық. Енді қызып тұрған печкамызда 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, біздің пиццамыз дайын, ыстық күйінде кесетін боламыз осылай. Міне достар, біздің пиццамыз өте дәмді болып шықты. Иісі енді мүмкіп айта алмаймын, енді прям қазір видеоның артынан сіздерге көрінбей жатыр. Достар, видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыра кетсеңіздер, қазақша аудиторияның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.